Бастамасы бір топқа бөлінеді. Әр оқушыға таратып беремін қазір. Мәселе қазір тапсырмалар бойынша кім қалай бір тапсырманы орындарында былай балын жұмыс кете береміз. 2 сағат соңға дейін неге жету керек. Түсінік па? Ленкаларға болмады. Білеміз ғой балы, жүйемен бағалау, не? Сол сияқтынан өзіміз жылжытып отырамыз. Şuna koy bakalım ne? Ben de şimdi özüm şirak balı için hazır traktor pistir aydan soğan mağazası çok pistir. Birinci Şuraya taktı önüne çıktı. Mağazası koysın. Ya korku değil. Töbesi köpke tiygen değil. Puanı ya. Soğuk suyu töbüne kuyulanday. Köpke topraksa soğuk. Film baylandı. Olcandan kalktı. Olcandan kalktı. Şu an birisi hayatından tüpkiler ayırıyor. İlmek maylı çıkan birisi hayatından tüpkiler ayırıyor. Sarağımın maksadı şu an birisi sırf hayatından tüpkiler aktı. Bütün şarmanın ideyasını say tüpkiler tezini salsın. Şu an birisi hayatının ideyasını say tüpkiler tezini bugünkü ömürgen baylansılara talkılav. Sen bilesin be, birinci tarafına. Tüpkiler. Kimler bilemiz? Şu an birisi tüpkiler. Abdurrahman sormuş. Biliyor musun? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Kim? İsimlik. Terus. Abdurrahman'ın evliliği, Şuan'ın evliliği. Kim var? Кейіпкер Шуа, жас мөлшері 15-16 жас. Портреті аққұба, талдырмаш, қолың шаш, көзі қара, мінезі нәзік, салмақты, мейірімді. Кейіпкер Абдрахман, жас мөлшері 18-19 жас. Портреті қара торы, сымбатты, мінезі адал, уәдеге берік, батыл, зерек. Кейіпкер Абдрахман, жас мөлшері 18-19 жас. Портреті қара торы, сымбатты, мінезі адал, уәдеге берік, батыл, зерек. Жас. Бұл топтың жасы var. Екінші топ. Екінші топ, үшінші топқа ауыстырамыз және. Не болады сонда ол? Енді бір оқушы ортаға шығып, солардың жазған пікірмен келіседі ме, келіспейді ме? Абдрахманның орнында болсаңыз, қайтер едіңіз? Абдрахманның орнында болса, махаббатымен соңына дейін күресер едім. Ұнатқан қызымның әкесіне ұнау үшін барымды салуға тырысамын. Менің ойымша оқыған адам ретінде Абдрахман бақытты болуға лайық. Мен Абдрахман тобының ойымен толықтай келісемін, себебі әркім өзінің ұнатқан адамымен соңына дейін күресуге лайықты. Және алдында көптеген сынақтар болса да, онымен бірге жету керек. Сынақтармен күрес. Қазіргі қазақ қыздарының тағдыры шығамен салыстырмалы түрде қандай деп ойлайсыздар? Қазіргі қазақ қыздарының тағдырын бұрынғы қазақ қыздарымен салыстыруға келмейді. Бұрынғы заманның қыздары ата-анасының қалауымен тұрмысқа шыққан. Тіпті ол жігіт 50-60 жас аралығында болса да тұрмысқа шығатын. Ал қазіргі қыздар өз қалауындағы адамға тұрмысқа шығады. Қазіргі қыздар көзі ашық, көкірегі ояу, өз ойларын жеткізе алады. Ал бұрынғы қыздар ата-анасының айтқанынан шықпайтын болған. Екі заманның қыздарын тіпті салыстыруға да келмейді. Екеуінің аралары жемен көктей. Я келсем, себебі
қазір 21 ғасыр дамыған заман, әрбір қыздың өз қалауы бар, өзінің сүйген жарына қосыла алады. Баяғы кезде тіпті күйеуі қайтыс болып кеткеннен кейін күйеуінің ағасына немесе інісіне тұрмысқа беріп жүрген, бірақ ол әйелдің пікірін сұраған емес. Шұғаның өліміне кім кінәлі? Шұға Әбдірахманның әкесі айдап жүргеннен соң ғашықтық қасіретін шегеді. Сол айықпас қасіреттен Шұға қайтыс болады. Егер әкесі Әбдірахманды қамауға алмаса, ол тірі болар еді деп ойлаймын. Мен Әбдірахман тобының пікірімен тоқтай кетсем, себебі егер де әкесі шынымен де екі жастың қосылуына бақытты қосылуын қалағанда, бәлкім Шұға тірі болар еді. Әбдірахман тобына сағаты бар, белсенді қатысқан ең жоғары 10 бар. Е? Өте жақсы. Себеп? Әрине. Айным. Неше бал болды? 8 бал. Бүгінгі сабақтан алған білімдерімді TikTok әдісі арқылы, TikTok жақсы білеміз ғой қазіргі кезде, осы бүгінгі алған білімдерімді ұнады ма? Айтарым бар, достарыммен бөлсем және есіне сақтаймын деген. Қайсысы өздерінің бір белгісін алып, соны тұсқа қоямыз. Лайк жүректердің үстіне қойып қоямыз. Басқа достарымыз бөлсетін болсам, хабарлама беріңіз. Дәл шығып алып қоямыз. Керек емес, керек емес. Қайсысы бір-біреуден ғана. Бір-біреуден ғана. Давай деп қоямыз. Лайық, лайық.